Қайырлы күн, қайырлы кеш, достар. Бүгінгі біздің қозғайын деп отқан тақырыбымыз көптің сұрауы бойынша браузер деген не, оның қандай түрлері бар, қазіргі таңда қай браузерлерді қолданған дұрыс, сол туралы тақырыпта қозғайтын боламыз. Менің каналымды алғашқы көріп отырсаңыздар, көрермендеріме алғашқы көріп отқан сіздерден бір өтініш, менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып, ойыңыз, пікіріңіз болса комментке жазып кетіңіздер. Сіздер осы әрекеттерді жасасаңыздар, бізге тигізер көмегіңіз зор болады. Сол себептен дайын болсаңыздар, онда тақырыбымызды жалғастырайық. Қазіргі таңда осы 2020 жыл бойынша ең танымал браузерлер алдарыңызда тұр. Орысша болғанмен мән бермеңіздер. Мен енді сіздерге өзімнің ойыммен бұл жерде көрсетейін деп отырмын. Google Chrome, Яндекс браузер, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer 11 версия, Safari, Sand, Atom и Maxon деген осындай браузерлер бар. Жалпы браузер деген ол не? Браузер деген бұл қарапайым программа. Енді интернеттің технологиясының жаңағы дамыған сатысына байланысты, компьютердің дамыған сатысына байланысты білесіздер, ең бірінші компьютер пайда болды, интернет пайда болады. Осы интернеттің пайда болуына қатар осы браузерлердің шығуының, дамуының маңызы өте зор. Қазір әр браузерге тоқтап кетеміз. Білесіздер, Microsoft'тың өзінің орнатқан кезде, қандай бірді Windows орнатсаңыздар, мынандай E деген знакпен танымал шығар сіздерге. Осындай интернет ашып жіберейін. Интернет Explorer-лар по умолчанию Windows-тың өзімен жүреді. Бұл алғашқы осы Microsoft-пен дамыған браузерлердің бірі, танымал қазіргі таңда. Енді ол браузер адаммен ақпарат көздерінің арасындағы байланысты көрсетіп отыратын, интернет желісі арқылы, компьютердің желісі арқылы көрсетіп отыратын программалардың бірі. Міне, осы браузерлер арқылы сіздер танымал YouTube сияқты, Microsoft сияқты, немесе кез келген сайттарды, кез келген блогтарды болсын, осы интернет браузері арқылы көре аламыз. Кез келген сайт жасайтын болсаңыздар, немесе кез келген электрондық оқулық болсын, видео көретін форматта көретін болсаңыз, аудио тыңдайтын болсаңыз, осының көбісі, барлығы көп жағдайда осы браузер арқылы көрсетіледі. Сол себептен браузер туралы түсіндіңіздер деп ойлаймын. Танымал браузерлер бойынша тоқтатып кетейік. Ең бірінші қазір әлемде 67% бойынша Google Chrome әлем бойынша жаулап тұр. Білесіздер, қазіргі iPhone, Android деген сияқты соткілердің барлығында сіз Google арқылы тіркелес, арқарай не істейсіздер? Сол арқылы, учетка арқылы сіздер соткіңізге қосылып, арқарай приложение скачать етіп, жұмыс істеп кетесіздер. Сол себептен Google Chrome әлемге танымал. Енді Google Chrome туралы айтып кетейік. Google Chrome қай мемлекеттің программасы? Бұл США дейді. ақш мемлекетінің программасы 2008 жылы пайда болған. Последняя версиясы, соңғы версиясы қазіргі таңда 84.0.41.47, аты Google Chrome деп аталады. Сайтына кіріп, кез келген, нәрада официальный сайт дейді, кез келген браузерді көшіріп алатын болсаңыздар, осындай официальный сайттардан алуға тырысыңыздар. Ол жерде вирус жағынан, қауіп жағынан, қазір білесіздер, вирустар өте дамып кеткен. Егер компьютеріңізге вирус кіргізіп алатын болсаңыз, ол туралы тема қозғайтын боламыз. Қауіптар бар қазір интернет дамыған заманда. Сондықтан официальный сайттардан, осындай ресми сайттардан көшіріп алуға тырысыңыздар. Міне Google.com-ға кірсеңіздер, например, өзі жерде скачать Chrome деп өзі официальный сайттан көшіріп алуға болады. Екінші бізде танымал браузер. Қандай браузер? Ол Яндекс браузер. Бұл Ресей мемлекетінің браузері. Қазіргі таңда
өздеріңіз де білесіздер, көп программа орнатқан кезде интернеттен осы Яндекс браузерді по умолчанию орнатуды сұрайды. Бұл әрине программистеріміздің сол Яндекс компаниясының программистерінің бір программа шығарған кезде өздерінің осындай келісім беретін болсаңыз, осындай программаларды орнаттыңыздар деген сияқты осындай программаны дамыту үшін әрекет жасайды. СНГ үлкен, білесіздер. СССР болған кезде үлкен танымал Ресей бізге, сондықтан Ресей мемлекетінде Яндекс браузерін өздерінің браузерін ойлап тапқан. Бұл Яндекс.com деген сайтта бар. 2012 жылы пайда болған екен. Екінші орында қазір топ бойынша. Үшінші Mozilla Firefox. Бұл да ақш мемлекетінде 2002 жылы пайда болған. Официальный сайты Mozilla.org. Org деген организация деген доменді білдіреді. Осы жерден кіріп официальный неден качать етіп алсаңыздар болады. 78.02 бұл версиясы енді мына сайттың қашан шыққанын білмеймін, бірақ версиясы күннен күнге дамып жатыр, ай сайын, апта сайын. Осы Mozilla браузерін көшіріп алсаңыздар болады. Одан кейін Opera деген браузерде танымал. Ол Норвегия мемлекетінде пайда болған екен 2010 жылы. Opera.com официальный сайты, аты Opera. Әрқайсысына енді мен жеке тарихына тоқтамай қойын, негізі сізге көрсетейін деген бұл жерде топ 10 браузерлер туралы осындай сайттардың атын көрсетейін деген официальный сайттан көшіріп алып өздеріңізге орнатсаңыздар дұрыс болады. Одан кейін Microsoft компаниясын білесіздер. Билл Гейтстің танымал компаниясы, сол Билл Гейтстің компаниясының Microsoft.com сайтында официальный сайт 2015 жылы ақш мемлекетінде пайда болған Microsoft Edge деп аталады. Windows 8 бен 10 нелеріне ғана орнатуға болады екен. Осындай нәрселер бар. Одан кейін Internet Explorer Microsoft бұл да Microsoft компаниясының по умолчанию Internet Explorer-дің версиясы Windows-тарда төмен болады. Соңғы Windows 10, соңғы Windows 7-ден кейінгі версияларында осы 11 болып жүреді. Осы көрсетейін дегенім. Одан кейін Safari деген браузер бар, танымал. Ол да американдықтар көріп отырсыздар. Бұл Apple-дан несімен пайда болған Safari 2007 жылы пайда болған браузердің бірі екен. Одан кейін Sand деген браузер бар. Бұл Қытай мемлекетінің браузері 2015 жылы пайда болған. sandbrowser.com сайтынан скачать етіп көрсеңіздер болады. Одан кейін Atom деген браузер бар. Ол Ресей мемлекетінің Mail.ru компаниясын шығарған браузер екен. Енді Atom браузері Ресей мемлекетінің өзінде жақсы қолданылып шығар, бірақ бізде Қазақстанда пока әлі қатты дамымаған. Сол себептен Mail.ru почтасы ғана әйгілі. Енді олар да тырысып жатыр, олар да шығарып қалмау үшін заманның талабынан осындай браузерлермен атсалысып отқан түрі бар. Одан кейін ең соңғысы Maxon деген браузер, ол да Қытай мемлекетінің браузері 2002 жылы дүниеге келген екен, пайда болған екен. Ең қызықты браузерлер осылар. Бір айтайын дегенім, осы браузерлердің бәрі бізде ашық түрдегі браузерлер, ал жабық түрдегі, егер сіздің браузермен сіздің не істеп жатқаныңызды ешкім білмесін десеңіз, бәрі құпиялы түрде, шифрование түрінде, расшифрованный түрде болсын десеңіз, онда мынандай танымал топ браузер деген браузер бар. Интернеттен оқып қарасаңыздар болады. Көптеген жоғары деңгейдегі IT мамандары, хакерлер дейміз, сондай сол сияқты танымал біздің мамандар дүниежүзі бойынша осы браузерді көп жағдайда қолданады. Өйткені бұл браузер сіздің әр жазған, сіздің әр кірген сайттарыңыз кук деген білесіздер, ояқтағы нелердің бәрін расшифрованный түрде, секретный түрде, құпия түрде барлығын аударып отырады. Сондықтан сіз қай компьютерден қандай IP адреспен кіріп отырсыз, оларды табу өте қиын. Ал басқа браузерлер барлығы ашық түрде, сізді біліп қоям десе, сіз керек адам болсаңыз, сізді танып біліп қою жеңіл. Сол себептен осы топ браузермен біраз оқып, интернеттен қарап алсаңыздар болады. Егер қызық болатын болса, бұл туралы да
жеке видео түсіруге дайынмын. Енді айтайын деген браузерлер осы. Әрға браузерді орнатып көріңіздер. ID маманы деген ол еш нәрседен қорықпау керек. Әр браузерді орнатып, оған эксперимент жасап, интерфейстермен танысып, может сізге бәлкім ұнап қалар қай браузер. Біз Google, Яндекс, Қазақстанға танымал, Mozilla, Opera деген осы 4 браузерді қолданамыз. Көп жағдайда енді по умолчанию Internet Explorer браузер жоқтар қолданады. Ал мынау Safari, Microsoft Edge деген сияқты браузерлерді Sand, Atom, Maxon деген меніңше көп біздің мамандар қолданбайды. Сондықтан егер қызық болса, эксперимент жасаудан қорықпаңыздар, орнатыңыздар, танысыңыздар. Айтайын дегенім осы сіздерге браузер туралы. Егер осы сабақ ұнаса, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Ойларыңыз, пікірлеріңіз болса комментке жазып кетіңіздер. Ең бастысы, каналымызға тіркелмесеңіздер, осындай қызықты IT саласына байланысты бізбен бірге дамығыңыз келсе, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бар айтайын дегенім осы, ағайын. Осындай келесі сабақта кездескенше сау, саламатта болайық.